болыпты. Менде кроссовкида бар екен платформа. Мен просто жалпақ болған кейін Бұны естіген Бекзат пен Ақтөре іштерінен Баянға ренжіді дейді. Негізі бар, Диана ханым, былай қыздарға айтқым келіп отыр. Ассалаумағалейкум, бауырым, қош келдің. Уағалейкумассалам. Негізі былай бойда емес, ойда ғой, қанша дегенмен. Бірақ та сен жаңа айтып жатыр ғой, енді 300 мың, 400 мың арасында, сосын сен Баян айтып жатсың ғой, ол бізге жете ма деген сияқты. Енді бұл бастамасы болғаннан кейін, ертең сендерде бәрі жақсы болып кеткен жағдайда, отбасы болған кезде, бұл да жігіт енді тепсе теміржетін жігіт сияқты, бір нормальный мотивациямен жақсы табыс табады деп ойлаймын негізі. Енді бауырым, саған сұрақ қойғым келіп отыр. Енді сен енді осы жасыңа дейін жалпы бір серьезный отношение, анау достығыңды санамайған кезде да, болды ма бір осы жақын арада ара қатынас, бір тойға дейін баратын? Ара қатынас болғанда ұзақ болды, уже жарты жылдай болып қалды. Мен өзім негізінде однолюбпін. О, күшті. Негізі, кешірім сұраймын. Жаңа айтып жатсың ғой, Баян, сен енді бір ай күткен үміткеріңді дәл осылай қарсы алып алған вообще дұрыс болмады. Сен бірінші рахмет айтуың керек еді. Мені таңдап келгенге, бойың кішкентай екен дегендей бірден. Өте дұрыс, Шерхан. Не деген ақылды жігіт мынау. Шерхан, негізінде мен рахметімді айттым, бірақ енді эмоция ғой, бірақ бұл кісіге қазір қарап отырсам, тым жақсы бала. Жоқ, тым жақсы бала екен, ары қарай көреміз таныстықта. Бірақ енді бойы қалай бар, солай айтып жатырмын мен, Шерхан. Бойы маған келмейді. Келмейді? Айналайын бой. Диана ханым, Баян, бүйтіп айтайыншы саған. Ақтөре таныс көрейік содан кейін ойым өзгеретін шығар. Таныс көру емес, бізде пікірімізді айтайық та енді. Баян, сен биттің да бірінші ақшасына тиістің. Ақшаңыз қанша, айлығыңыз қанша? Бір ма? Одан нен ашылған бетте. Түрің мынандай да. Дедің. Түрге ғой бұл, жаңа бойын айттың ғой, бүйттің, одан тұрасында бойыңыз болмайдың, бойыңыз кішкентай екен дедің. Сен егерде мына кісінің орнында сен болып, сен шығады есік нені ашқаннан кейін, сіз ажырасқаныңыз болмаса нормальный екенсіз десе, саған нормальный ма? Бір жағына жаман болып қалған шығар, енді сразу тоға. Түсініп тұрмын. Келген адамды неге үйтесіңдер? Үміткерлер өздері келу оңай емес. Сендер ұқсап күнде отырған жоқ. Ақыр мен жаңа білгем мына жерде шыққанда үміткер келді дегенде, деп өтірік эмоция беріп отырсың ғой. Сен қуанышты емессің ғой үміткер дегенде. Неге қуаныштымын мен? Қуанышты болсаң, сен үміткер жақсы күтіп алатын едің. Не үшін сен олай сұрақ қойып жатсың? Қуаныштымын мен бір ай күттім ғой үміткерді. Сізді қызғанғаннан сондай сұрақ қойып жатыр. Жоқ, енді сіз айттыңыз ғой, не үшін сен сондай сұрақ қойып жатыр? Сізді қимай жатыр үміткерге. Содан кейін болар, осындай сұрақ қойылып жатыр. Ақтөре, бұл жерде былай ғой, енді бұл Баянда өзің көрсіп қойғы прямой екенін. Прямой екенін көрсету керек қой. Көрсеткенде енді алдында ұрысып қалған соңынан кейін мен ойладым, блин, Баян шығып кетсе қалай болады? Енді ана кісі қайда жаңа ұрысып қалған кісі, что-то жоқ қой. О, сіз келді деп кетіп қалды. Ол кісіден Баян үшін мен кешірім сұраймын. Енді адам баласы болған кейін ұрысқа біз кішкенірек жақынырақ боламыз, ұрыс